Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін картошкамен ет қуыратын боламыз. Кішкене ерекшелеу етіп қуыратын боламыз. Бізге керегі ет 800-900 граммдай мен ет турап алдым. Майдалап турап алатын боламыз. Еттерімізді турап алдық. Енді ыдысымызға етті салып маринадтайтын боламыз. Маринадталған ет өте тез піседі, әрі дәмді болады. Етіміздің үстіне 1 қасық кориандр салдым. 1 қасық паприканы саламыз. Татымына қарай тұз саласыздар. Енді 1 қасық аджика, синказдың 1 қасық аджикасын салдым. Енді соевый соусымызды салдым 2 қасық. Оливковый масломызды саламыз араластыруға. Енді барлық массаны жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Үстіне 1 қасық туралған чесногымызды салып жібереміз. Чеснок ерекше дәм береді. Міне енді барлығын араластырамыз. Бізге керегі 1,5-2 килодай картоп. Картопты дәл осындай ұзындау етіп турап аламыз. Керегі 3 дана пияз. Пиязды да қалағандарыңызша турап аласыздар. Енді газге қазанымызды қойып, қызығаннан кейін сұйық майымызды құйып, жаңағы картошкаларымызды қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Картошкамыздың үстіне тұзымызды сеуіп алдым. Міне, дәл осындай қып-қызыл болып тұз ғана қосасыздар, басқа ештеңе қоспайсыздар. Міне, мен картоптарды алып алдым. Енді қазанымызға сұйық май құйып, жаңағы маринадталған етімізді 10-15 минут қана тұрды. Ондай 1-2 сағатқа қойған жоқпын. Енді осы етіміз піскенше қуырып алатын боламыз. Міне, менде уже еттерім пісіп шықты, дайын. Енді үстіне жаңағы турап алған пиязымызды саламыз. Пиязымызды салғаннан кейін үстіне жаңа қуырып алған картоптарымызды салып, бір араластырып, бетін жауып демдеп қоятын боламыз. 20 минут, 15-20 минутте пісіп шығады. Міне, біздің тамағымыз уже дайын. Міне, біздің жарене картоптарымыз дайын болды. Үйде жасап көріңіздер. Енді үстіне өз қалауларыңыз бойынша көк пияз, кәдімгі пиязды турап әрлеулеріңізге болады. Өте дәмді, әрі ерекше, өстіп қытырлап тұратын картошкаларды, қып-қызыл болып тұратын картошкалар жегілеріңіз келсе, дәл өстіп үйде жасап беріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін баршаңызға рахмет.